Ассаламу алейкум, урметли серджилер. Бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін октябрьнан 10 бары. Жума күні біз сізлерге Украинада ве дүнияда олып кечкен вақалар ақында тариф етмеге азырмыз. Қырымны işgalden azat etmek ve mabüslerden ошывыны керчеклештірмек. Бұл devlet başının esas maqsadlarından бірілері. Keçenlerde Volodymyr Zelenskiy 14 saat devam etken matbuat marafonu çerçevesinde türlü haber vasıtalarının söylerine cevap berdi. Prezidentnin fikrince vatandaşlarımızı tek diplomatik yolunun azat etmek mümkün. Зараз з вами повернути людей. Шымды адамларымызны тек дени шуф yolunен қайтып оламыз. Башқа yol yok. Әрбір яны адамны жедвелге қошам. Біз оларны қайтармақ керекміз. Дегер әрби işgalden азат ету олмаз. Екене yol дипломатия. Ойдырылған Хизбут Тахрир давалары Қырымның işgali кемиеті Қырым татарларға айны махкеме қарарларыны чықармаға девам еті. Тамам 2 ел әвелсі Русия көветшілері ярымадада күтлеви тінтувлер кешірді. Бахчисарайда Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Эрнест Аметов, Сиран Салиев, Весервер Зикиряев тутуп алынды. Сентябрьнің 12-сінде олар Қырымдан Ростов-на-Донуға этап етілді. 6 кеші Русияда ясақ етілден ве террористик деп танылған Хизбут Тахрир дини тәшкилатында иштирак етуінен қабатланыла. Адвокатлар қабатлауының саяси себеплері азыр деп сая. Пара ақлавға ве террорчылыққа пара беруге жоқ. Бұки білейханы Украинада 2021 сенесіне қадар Авропа шурасы ве Авропа бірлігінің темсілжелігі амелге кечермеге істей. Оның бюджеті 500 000 евро. 80% Авропа бірлігі бережек. 20% Авропа шурасы. Шарқи ортақлықның дегер мемлекетлерінен бәрі-бәрлікте Украинада 4 мынтақави лейхада иштирак етежек. Оларның арасында иқтисади жинаятлерге қаршылық ве адлиеге ирешменің сәділештірілуі. The idea for this project was quite simple, I would say. Пулейхан ғаясы ғаетса дейді. Бу манивал сабаты еді. Манивал Авропа шырысы органы. О пара ақлавы стандартларын riayet етілмесіні незарет еті. 2017 сенесі Украинада 5-ші сабатыны яйынлады. Венелер керек япмақ үшін тәсиетлер азырлады. Шын үшін бұлі қатаман бойле япылды. Украина бенефициарларына тесверлеріні кечерлештірмек үшін ярдым етежек. Русия Авропада эссас сахты малюмат менбасыдары тамам бойле, она Авропа парламенті қабыл еткен қарарда айтылды. Зиманеви дүнияда мелес телекүлерге қаршылық адлы весиқада эссасен сөз Русия ақында кеті. Кечкен сенеге көре Кремль феклерінің мехдары артты. Бұ аман-аман бин вақы. Русия пропагандасына қаршы күрешув меселесі ғайет актуаль. Чүнки кележек сене Авропа бірлігі девлетлерінде бірчоқ президент ерлі ве бөлге сәлевлары олмақ керек. Франкистан террорчылыққа қаршы коалицияны күрішівге топлай. Бұ ақта тышқы ішлер назирі Жан-Ивле Дриен білдірді. Себеп, үш күн әвелесі Түркия Сурияде башлаған арби операция олды. Паристе вазияттен ислам дәулеті боевиклері файдаланып білер. Деп қорқалар. Октябрьнің 9-ында Түркия Сурияде бомбалав башлады. Мақсат Шимали шарқы сынырда курд муфрезлері. Анкара оларны террорчылар деп саяве Сурия қачақларыны кері қайтармақ үшін оларны бөлгеден сықыштырып чықармаға істей. Кеченлерде курд муфрезелері Түркияге жева берді. Нетижеде 8 кеші әлі қолды, да 70 яраланды. Түркия ве Сурия сынырында вазиетні туневін бірлешкен милетлер тәшкелетінің телекүсізлік шурасы музакире етті. Ама резолюцияны қабул етіп оламадылар, чүнке Русия весеқаға рейберовны кестірді.
Брекситтен сон Бүйүк Британияда яшаган Авропа Бирлиги ватандашлары сүргүн этиле биле. Мемлекетте калмалары үчүн махсус муассисаларга ариза бермек керек олажак. Бу акта BBC Британия өкмөтүнүн Коч департаментинде атфы этип билдирди. Департаменттин маалыматына көрө аризаларына энди аман-аман 2 миллион киши берген. Шымдылык 1 жылга. Олар тек Лондра ve Брюксель аңлашып оламаган тагдирде керек олажак. Барышык Нобель мукафатына Абешистан баш назиры Абий Ахмед алачак. Оны Эритрея или 12 жылдан зияде девам эткен жеңктен сон тарафлары барыштырып олганы үчүн кайд эттилер. Халкара көзөтүүчүлөрүнүн кыйметлендирүүнү көрө жеңкте 100 бинден зияде киши элек болду. Бу эки девлет дүйнөнүн эң фукари мемлекетлеринен бирлери олганына бакмадан тарафлар жеңкке $100 миллион масраф этти. Мукафат лауреатынын адыны Ослода элан эттилер. Бу энди аняне oldu. Дегер Нобель лауреатларыны ise Стокгольмда элан этилер. Уруштан эвел Александр Усик ve Час Уизерспун бакышлар дуэлini кечирди. Украина боксчыларының супер агыр чекіде ilk урушы октябрьнің 12-сінде Чикагода Уиндрус мейданында олажақ. Супер агыр чекінің ветераны америкалы Час Уизерспун допинг қоланғаны үшін уруштан ұзақлаштырылған филименкле Тайран Спонг еріне урушажақ. Урушта эвел матбуат конференциясында Александр Усик не олса да уруш олажағы үшін өз тақымы ве рақыбыне миннетдарлық білдірді. Я хочу поблагодарить свою команду. Тақымыма юз берген вақаға тез жауап бергені үшін миннетдарлық білдірем. Бу дүнияда ең iyi тақым, мен оны пек севем. Шымды мұнда олған достарыма сақ олыңыз деп айтам. Жума эртеси күнү мутлакка келиңиз, ажийип бір шоу олажак. Ve elbette рақыбыме иштирак этүүгө разылык берген үчүн миннетдарым. Құрметлі сәржелері, бұ дақиқаға бұ соңки хаберіміз да дачо хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыны сөзіңізге мұқайт олыны сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар көрішкенде.